Бүгінгі сабағымызда абсолютизмнің дағдарысы және де француз революциясын өтетін боламыз. Олай болса, француз революциясынан абсолюттік биліктің дағдарысы. Жалпы абсолютизм дегеніміз, абсолюттік билік деген, ол бір ғана билеушінің елді басқаруы. Ол парламенттік жүйе сияқты ешкімнің рұқсатынсыз бір мемлекетке шабуыл жасай ма, немесе халықтан алым салық ала ма, ол өзі шешеді. Ол ешкімнен рұқсат алмайды және ешкімнің шешіміне құлақ аспайды. Не істегісі келсе, барлығын өзі істейді. Енді абсолюттік билікке осыған қарсылық ретінде бізде революция болған болатын. Осы революция кезеңінде француз революциясының қарастыратын боламыз. Мұның бізде Францияның жалпы мемлекетінің басқару жүйесі классикалық жүйе болған болатын. Яғни классикалық абсолюттік монархия. Монархия, яғни монарх бір адамның ғана ел билеуі. Абсолюттік монархия кезінде мемлекетте Людовиктер ел басқарған болатын. 1589 жылдан бері бізде Францияда бурбондар әулеті ел басқарған болатын. Бурбондар әулеті ел басқару. Осы мемлекеттің ішкі және сыртқы мәселелерінің барлығын шешу корольдің қолында болған болатын. Енді бурбондар әулеті билік кезінде бізде Людовиктер, яғни 14-ші Людовик, 15-ші және 16-ші Людовиктер осы жаңа заман кезеңінде мемлекетте елді басқарған болатын. Абсолюттік монархия кезеңінде 14-ші Людовик мемлекетте тарихта алатын орны ол бізде күн королі деген атаққа 14-ші Людовик ие болған болатын. Енді бұл 14-ші Людовик кезеңінде күн королі билігінде бізде әкімшілік топтық жүйені қалыптастырған болатын. Осы әкімшілік топтық басқару жүйесі арқылы өзін мемлекетті басқарған болатын. Енді 14-ші Людовик мемлекет бол мен деп қарастыратын болса, 15-ші Людовик менен кейін мемлекетте топан су басып кетсе де маған бәрібір деп айтқан болатын 15-ші Людовик. Ал 16-ші Людовик мемлекетке король болғанында және билікке мүлдем қызықпаған адам болған болатын. 14-ші Людовик ел басқарғанда 30 жыл бойы ел басқару кезеңінде ол сыртқы саясатқа көп көңіл бөлген болатын. Және ол көбінесе сыртқы саясатта соғыс жағдайында Франция 14-ші Людовик билік құрған кезде соғысты көпте бастарынан кешірген болатын. Енді бұл үш Людовиктің бір-бірінен қандай сөздер айтқандығы және бір-бірінен айырмашылығы жаңа айтып өттік. Енді мемлекетті басқару жүйесі кезінде француздар үш сословиеден тұрған болатын. Сословие. Біз бұған дейін Үндістанда өттік қой, оларда кассалық жүйе болған төртеу. Ал француздарда сословиялық жүйеде үш топқа қарастырылған болатын. Олар бізде бірінші топқа ақсүйектер жатқызылған, екінші топқа дін иелері жатқызылады, және ал қалған топ мүшелерінің барлығы дерлік үшінші сословиялық топқа жасалады. Тағы басқаларының барлығы дерлік үшінші сословиялық топқа жатқызылады. Енді мемлекетті басқару жүйесі кезінде негізі
салықтар салынатыны ол әрбір мемлекетке тән қасиет болып табылады. Мысалға, Францияда шіркеу ондығы және талия деген салықтар салынған болады. Шіркеу ондығы деген тапқан пайданың 10-ның бір бөлігін, 10%-ын ол міндетті түрде шіркеуге беру керек. Яғни 10%-ды беретін салықтың түрі ол бізде шіркеу ондығы деп атайды. Ал негізгі салық бізде талия деп аталады. 5-тен 1 бөлігін берілетін немесе алынатын салық түрі бізде талия деп аталады. Шіркеу ондығы ол 10%-ын беру керек, ал талия 5-тен 1-ін беру керек. Келесі, бізде салықтар жүйесінен кейін мемлекетте негізі бас штаттар шақырылады. Бас штаттарда кезінде бізде, мысалға, Англияда басқару жүйесі кезінде парламент деп атасақ, жиналысты Англияда. ақш-та алдыңғы сабағымызда өттік, оларда конгресс деп аталады. Ал Францияда бас штаттар деп аталатын болған. Осы 1614 жылдан бері, 1614 жылдан бері мүлдем бізде бас штат шақырылмаған болатын. Осы кезде феодалдық сословиелік өкілдер бас штатты шақыру керек екендігін анық нақты айтқан болатын. Бас штаттардың кезінде бізде Франциядағы 1302 жылдан бері бас штаттар шақырылған болатын. Бұл бас штаттар 1789 жылы өздерінің бас штаттық жүйені ақырындап тоқтата бастаған болатын. Франциядағы жоғарғы сословиелік жиналыс түрін бізде бас штаттар деп аталаймыз. Одан кейін бас штаттық жүйелерден кейін 1789 жылдың 5 мамырында Версальда бас штаттар жиналысы ашылған болатын. 5 мамырда бас штаттар жиналысы ашылған болатын. Бұл Версальдағы бас штаттар жиналысы кезінде 3 сословиелік өкілдік сол күйінде қалдырылды. 3-ші сословиелік өкілдікке жататын топтың барлығы дерлік кейін халық қолдауына сүйене отырып, өздерінің бас штаттықты тоқтатып, ұлттық жиналыс деп ашқан болатын. Ұлттық жиналысты олар 1789 жылдан бастап қолданған болатын. Яғни 9 шілдеден. Бас штаттардың орнын бізде ұлттық жиналыс 9 шілдеден бастап жұмыстарын атқара бастаған болатын. Ал 5 күннен кейін, нақты айтқанда 14 шілде күні бізде Париж көтерілісшілердің қолында қалған болатын. Осылай ең соңғы революциялық нүкте ретінде Бастилия қамалы көтерілісшілердің қолында өтуімен Францияның революциялық оқиғасы толығымен аяқталған болатын. Ең соңғы француз революциясының аяқталуы ол Бастилия тас қамалының алынуымен нүктесі қойылған болатын. Кейін осы 1789 жылғы Бастилияның алынуымен мемлекеттің Франциядағы абсолюттік монархиялық жүйе халықтың қолдауымен және 3-ші топқа жататын сословиелік өкілдердің барлығы дерлік абсолюттік билікті құлатқан болатын. Яғни 1789 жылы Франциядағы абсолюттік монархияға қарсы шыққан көтерілісшілердің нәтижесі 10 болып,
абсолюттік монархия құлаған болатын. Бастилия деп айтып отырмыз. Осы Бастилия ол біздегі Бастилия Париждегі тас қамал. Осы тас қамалды бізде Бастилия деп атаймыз. Осылай бізде бүгінгі сабағымызда толығымен француз революциясын және абсолюттік дағдарысты толығымен қарастырып шықтық.